Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге ең жұмсақ, ең дәмді болып шығатын булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Ең алдымен бізге ұн, уксус, жұмыртқа, қант, сұйық май, ашытқы, тұз, сүт, қоршытқыш қажет. Жылы сүтке ашытқыны қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Араластырып аламыз. Қант қосамыз. Араластырамыз. Сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық қоршытқыш қосамыз. 50 грамдық сары майды ерітіп қосамыз. Уксус 9%-лық 1 ас қасық қосамыз. Араластырып аламыз. Одан кейін ұнды 1 таңдеп қосамыз. Ең алдымен мен венчиктің көмегімен араластырып аламын. Одан кейін екінші бөлімін саламын. Үшінші бөлікке бөліп саламын. Шамалы қоюланған кезде қолмен араластырып, біркелкі қамыр болғанша илейміз. Қамыр бірге бастайды. Қолдарыңызға жабыспау үшін шамалы ұнмен сеуіп алуға болады. Одан кейін оны қамырымызды ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, үстіне орамалмен жауып, жылы жерге қоямыз. 1 сағатқа ашытуға қалдырамыз. 1 сағаттан кейін ашытқымызды ашамыз. Осындай менде қолға жабыспақ болып шығады. Одан кейін шамалы ұн сеуіп, оның қолға жабыспаш үшін илеп аламыз. Енді таразының көмегімен мен 70 грамдық тесталарды бөліп аламын. Таразыға бірдей етіп бәрін бөліп шығамын. Ол жаңағы булочкаларымыздың біркелкі болып шығуына керек болады. Қамырымызды осылай шарик етіп, противенді майлап, бүкілін осылай майлап аламыз. Арасын шамалы ашықтау қылып орналастырамыз. Бетін жауып қоямыз. 30 минут, 20 минуттан кейін қамыр көтеріледі. Одан кейін бетіне жұмыртқа мен сүтті араластырып, бетіне жауып шығамыз. Енді біз булочканың бетіне қара кунжут немесе ақ кунжут сепсеңіздер болады. Мендікінің ақ кунжут. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. 180-200 градуста пісіретін боламыз. Мінекей достар, сіздерде осындай әдемі, жұмсақ булочкаларды жасап көріңіз. Үй ішіңізді қуантыңыз. Келесі менің рецептерімді жіберіп алмау үшін тіркеліп комментарий жаза кетіңіз.